Соңғы жылдары Тұрар Рысқұлов ауданында кәсіпкерлік пен өндіріс саласы елеулі серпін алып, өңір экономикасына тыныс беруде. Қымызбен емдейтін орталықтан бастап, тіркеме жасайтын цех пен ауыз су зауытына дейінгі бірнеше ірі жоба іске қосылған. Тақырыпта толығырақ тілші тарқатсын. Іске асқан кәсіпкерлік жобалар халықтың өмір сүру сапасын жақсартып қана қоймай, жаңа жұмыс орындарын ашуға да сеп болып отыр. Мәселен, Абжаппар ауылында тауқымыз сауықтыру орталығы емдік туризм бағытын дамытудағы ауқымды бастама. Ал Жарлысу ауылындағы тіркеме шығаратын прицеп Аза жобасы өндірісті қуатты арттырып, экспортқа жұмыс істеуде. Бүгінде мұндай жобалар ауданның әлеуметтік экономикалық көрсеткіштеріне оң ықпал етіп келеді. Өрнек ауылдық округі 5 елді мекеннен тұрады, халық саны 4300-ге жуық. Енді өздеріңіз көрдіңіздер. Енді бүгінгі арылып атқан жаңағы біздің тауқымыз, Дөненбаев Мейрамбай деген ағамыздікі өзіңіз көріп отырсыздар. 100-ге жуық адам қабылдайды. Бұл жерде енді ерекшелігі тауқымыздың жылқының сүтімен, қымызбен өздеріңіз білесіздер. Ежелгі біздің қазақ халқының осы қымызбен емдеу деген үлкен бір үрдіс бар. Тауқымыз орталығы 80 орынға лайықталған. Бағасы да халыққа қолжетімді. Жеңіл көліктерге тіркеме шығаратын прицепі Аза жобасының жалпы құны 400 миллион теңге. Оның 250 миллионы жеке инвестиция. Қазірдің өзінде айына 25-30 дана тіркеме құрастырылып жатыр. Байтал ауыз суы зауыты сағатына 3000 литр өнім өндіруге қауқарлы. Суы 120 метр тереңдіктен алынады. Ал Луговойдағы 1988 жылдан бері жұмыс істеп келе жатқан рельс дәнекерлеу зауыты жылына 500 шақырым темір жол рельсін шығаратын ірі өндіріс орны. Мұнда 300-ге жуық адам тұрақты жұмыспен қамтылған. Біздің суымыз ауыз су, ешқандай минералы жоқ. 127, одан сәл жоғарылау метрден таза су шықты. Өзіміздің скважинамыз бар. Сонымен зерттеу жаңағы жұмыстарын жүргізгеннен кейін жақсы нелер алдық, нәтиже алдық. Әр жобаның артында қажырлы еңбек, батыл идеялар мен ірі инвестициялар тұр. Жамбыл облысының кәсіпкерлері мен жергілікті билік өзара тығыз байланыста жұмыс істеп, өңірді жаңа деңгейге көтеріп келеді. Мамандардың айтуынша, дәл осы бастамалар Тұрар Рысқұлов ауданының алдағы уақытта өндіріс пен туризмнің маңызды орталығына айналдыруға негіз болмақ. Ақбота Нұрсейітқызы, Мержан Ерболатов, 24 Ньюс.